Тұрсынбектің әйелі Мөлдір Мұханова өзінің қалай ажырасқаны туралы, нақты ажырасқаны туралы айтты. Осы уақытқа дейін барлығы кино үшін, қай үшін деген, бірақ шын мәнінде Тұрсынбек жылатып кетті, тастап кетті. Бұл өте ауыр болды жүрегіме деген секілді ашық сұхбат берді. Шынымен де Тұрсынбек пен Мөлдірдің ажырасқаны енді ғана дәлел ретінде өзі мойындады. Кәдімгідей көз жас алып, енді 20 жыл отасқан күйеуі бір сәтте, бір күнде отбасын тастап басқа елге кету ең өте ауыр соққы болады. Барлық әйелдер үшін бұл өте ауыр соққы. Бірге қартайып, енді ғана бірге балалардың қызығын көріп, ата-әже боламыз деген сәтте жалғыз өзің қалу, жалғыз өзің бір отбасыны асырау ең қиын нәрсе ғой. Бәрінен де ер адамың сеніп, қанша жылғы сеніп, бірге сырласқан, бірге тұрған ер адамнан жоқ болып кетуі бәрібір де қиын. Комментарий жаза кетіңіздер.